Ассалаумағалейкум, құрметті телекөрермендер. ТВК телеарнасында 13-ші регион сіздермен бірге мен Айзбек Өткелбаев әдеттегідей өздеріңізге Шымкент қаласында өткен тәулікте орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндаймыз. Жол-патрульдік полиция тобының қызметкерлері екі азаматты қолға түсірді. Кейбір мағлұматтар бойынша ұсталғандарға қатысты есірткі заттарын сақтау және сату бойынша айыптар тағылуы мүмкін. Алайда бұл оқиғаның толық мән-жайы тек тергеу амалдарынан кейін белгілі болады. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Жол-патруль полицейлерінен атаңыз заңыз не бар? Осы заттардың барлығы Мерседес көлігінің ішінен және мына ер азаматтың қалтасынан табылған. Ал қалған екі күдікті болса, полиция қызметкерлерін көріп оқиға орнынан ізін суытып үлгерген. Алайда оларға тиесілі құжаттар көліктің ішінде қалып қойған. Тексеру барысында ол азаматтардан хош иісті шөп, анашаға ұқсас пышақ және травматикалық оқ-дәрілер тәркіленіп алынды. Қолдағы бар мәліметке сүйенсек, Асқаров көшесінде марихуана есірткі затын сату келісімі жасалған. Тексеру барысында тәртіп сақшылары күдіктіден есірткі затына толы бірнеше сіріңке қорапшаларын анықтаған. Дегенмен тәркіленген заттың есірткі екендігі сот криминалистикалық сараптамасынан кейін ғана дәлелденетін болады. Енді соны Фархат есімді азаматтың анаша сатып алды. Қаншаға сатып алды? 5000 теңгеге. Қанша қара ол? Бірақ қара болды. Менде Фархат қалғанын бар өзінде ша, білмеймін, мен өзім бір қара болып алғанмын. Ал есірткіні сатпақ болған деп айыпталып отырған ер азамат болса, өзін бұл оқиғаға қатысым жоқ деп ақталып отыр. Это не мое. Это ихнее. Лично ихнее. Кто с ними был, а это ихнее, это не мое. Лично. А почему вас задержали? Не знаю, вот, задержали, я пьяный они. Использовали момент того. Хочет поставить, я лично курю, но я не таскаю с собой лично. Это не мое, в общем не мое. Клянусь, это не мое. Ну они у вас нашли, нет? Они не у меня не нашли вообще, они на земле нашли, не мое это. Күдіктілер Абай полиция бөліміне жеткізілді. Енді бұл оқиғаны полиция қызметкерлері толық зерделеуде. Жол-патрульдік полиция тобының қызметкерлері қараусыз қалған автокөлікті айып тұрағына жеткізді. Бізге түскен мәлімет бойынша бір ай көлемінде Рысқұлбеков көшесі, толығырақ айтқанда обелисктің алдында Алматы облысының мемлекеттік нөмірімен Opel Rekord көлігі қараусыз тұрып, тәртіп сақшыларының көзіне түскен. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері көлік құрауын айып тұрағына жеткізіп, жүргізушіні анықтау үстінде. Қаланың қақ ортасында жанжал орын алды. Анықтау барысында ұрыс-керіс жүргізуші мен жаяу жүргіншінің арасында анықталған. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Алдыма жүгіріп шықты да бұлай тұрып алды. Алда кісі ма? Бұлай кісі, қасынан анау тұр. Бұлай тұрса десем, мен тұрсын деді. Арғара етергенімше қатыным шықты. Қатыным бетіне бүрірді. Тоқаны, тойып алған. Алкогольдік ішімдікті ішіп алған ер азамат жолдың бойына шығып кетіп, жүргізушілерге кедергі келтірген. Шыдамдығы таусылған Opel жүргізушісі ер азаматқа ескерту жасаған үшін таяқтың астында қалған. Оған қоса бұзақы жүргізушінің жұбайында соққыға жыққан. Қалай жинайым мен? Алдынан жүгіріп шықты, қалай ұрды? 13 секундта шықты да, мен мынаяқтан кеп адым. 13 ғана көк жанып тұр. Бұл 25-тен тоқтатып, мен алдыма тұрмын. Құлай тұр десем. Правиланы бұзып тұрда маған боқтап аузына келді. Келіп қойса десем, мені келіп бұрды ма бет алып, ертең мен жұмысқа қайтып барам. Оқиға орнына келген құқық қорғау органдарының қызметкерлері жанжалға қатысы бар азаматтарды полиция бөліміне жеткізді. Анықтау жұмыстары жүргізілуде. Бүгінге айтпағымыз осы болды. Естеріңізге сала кетейін, бағдарлама Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі және әкімшілік полициясының көмегімен түсірілді. Егер де сіз күтпеген оқиғаның куәсі болсаңыз, немесе сізге тілшілердің көмек қажет болса, онда 56 16 32 нөміріне хабарласуыңызға болады. Сіздермен бірге болғанмен Айзбек Өткелбаев, дін аманында жолыққанша.